Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздермен беттегі қара дақтарды кетіруге көмектесетін үй жағдайында жасалынатын ең тиімді, қолжетімді әрі нәтижелі әдістермен бөлісемін. Алдымен каналыма жазылып, қоңырау батырмасын басып қоюларыңызды сұраймын. Сіз халықтық әдістерді қолдана отырып, беттегі қартаю дақтарын кетіре аласыз. Эстетикалық тұрғыдан алғанда, шөп ингредиенттері бар маскалар, тониктер және кремдер тапшылықты түзетуге көмектеседі. Егер бұл әдістер көмектеспесе, медициналық көмекке жүгіну керек. Дәрігерлер гиперпигментацияның себебін дәл анықтап емдей алады. Қартаю дақтарын кетірудің негізгі көмекшілері халықтық емдеу құралдары. Төменде біз олардың ең тиімдісін және оларды қалай пайдалану керектігін қарастырамыз. Лимон. Өнімде меланин өндірісін азайтатын С дәрумені көп. Қартаю дақтарымен күресу үшін жаңа сығылған шырынды бөлек қолдануға немесе оны маскаларға қосуға болады. Қартаю дақтарын жеңілдету үшін мақта тампонымен немесе мақта дискісімен терінің қараңғы жерлеріне лимон шырынын жағыңыз. 10 минуттан кейін бетіңізді жылы сумен жуыңыз. Процедураны күнделікті орындаңыз. Бал, зәйтүн майы немесе куркума қосылған лимон беттегі қартаю дақтарын кетіруге көмектеседі. Ингредиенттерді бірде-бір қатынаста араластыру керек. Жарты сағат бойы теріге жағылады. Масканы жылы сумен жуыңыз. Аптасына 2-3 рет процедуралар курсын жасаңыз. Ақжелкен. Құрамындағы қышқылдар мен витаминдердің арқасында ақжелкен қартаю дақтарын тиімді жояды. Жасыл шырынды қолданудың 1,5-2 аптаның ішінде пигментация айтарлықтай төмендейді. Ағарту үшін ақжелкеннің барлық бөліктері қолданылады. Егер майдалап туралған ақжелкен тамыры бірнеше сағат бойы қайнаған суға құйылған болса, алынған инфузияны тоник орнына қолдануға болады. Өсімдіктің жапырақтары мен сабағы блендер көмегімен қартаю дақтарына қарсы тиімді маскаға айналады. Аптасына 2 рет 25 минутқа жағу жеткілікті. Сүт өнімдері. Кефир және сүт үйдегі қартаю дақтарынан арылуға көмектеседі. Олардың құрамында теріні ағартатын сүт қышқылы бар. Терінің қараңғы жерлерін сүрту үшін сұйық өнімдерді қолдануға болады. Процедураны күніне 2 рет қайталасаңыз, нәтиже көп ұзамай байқалады. Сүт өнімдері қартаю дақтарымен күресу үшін маска ретінде қолданылады. Мысалы, қарақат, мүкжидек және бір ас қасық йогуртты араластырып, пюре жасауға болады. Қоспаны бетіңізге 15 минутқа қалдырыңыз. Қияр. Көкөністер сонымен қатар бай құрамының арқасында қартаю дақтарымен жеңілдетуге көмектеседі. Қияр маскасын жасау оңай және жағымды. Көкөністі шеңберлерге кесіп, оны бет терісіне 15 минутқа қою жеткілікті. Қияр шырынын шаюдың қажеті жоқ. Қартаю дақтарына арналған тиімді маска бал қосылған қиярдан алынады. Қиярды үккіштен өткізіңіз. Бір ас қасық балмен араластырыңыз. Масканы шамамен 20 минутқа ұстаңыз. Картоп. Құрамындағы С витаминінің арқасында картоп беттегі қартаю дақтарын кетіре алады. Картоптың жұқа бөліктерін проблемалық аймақтарға қоюға болады. 5 минуттан кейін картопты бетінен алып жуып тастаңыз. Картопты үккіштен өткізіп, оның шырынын сығып алсаңыз, сұйықтық ысқылауға жарамды. Теріні мақта жасықшасымен ылғалдандырыңыз. 20 минуттан кейін жуып тастаңыз. Тағы бір нұсқа: балмен үккіштен өткен картопты қартаю дақтарына жағып, 15 минуттан кейін жуыңыз. Жасыл шай инфузиясы. Жасыл шай беттегі қартаю дақтарын оңай кетіруге көмектеседі. Мұны істеу үшін пакеттегі шайды қайнаған сумен құйып, оны суытып проблемалы аймақтарға жағыңыз. Жапырақты жасыл шай күшті қайнату ретінде пайдаланылады. Күніне 2 рет бетіңізді сүрту үшін мақта жасықшасын пайдаланыңыз. Сіздермен бөліскім келген осылар еді достар, сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Олай болса каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін аман сау жүріңіздер.